Барлығыңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа влог болады. Влогты бастамас бұрын тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, сіздерді келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Кстати, достар, бұл влог, яғни бір күндік влог болады. Каникулдағы, яғни демалыстағы бір күндік влог. Бүгін бізде жаңа жыл, яғни жаңа жыл дегенде енді болады 31 декабрь бүгін. Короче, 2024-тің соңғы күні. Ертең уже 2025 болады. Короче, 2025-те өте күшті влогтар шығарып, менде уже идеялар өте көп 2025-ке деген, и мақсаттар көп, армандар көп дегендей, короче, соларды орындайтын боламыз. Влог соңына дейін көріп, тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де сіздерді тағы да 2025-тің жылымен, короче, құттықтаймын, яғни жаңа жылдарыңызбен. Осы жылда өте күшті, короче, күшті сәттер сондайлар болсын. Енді барлық жамандықтар, қиындықтар осы 2024-ке қалсын. И, короче, бүгін 31 декабрь болғандықтан салют атап барлығын сіздерге түсіретін боламын. Видеоны, яғни влог соңына дейін көріп кетіңіздер. Және де мен монетизацияға жету үшін видеоны соңына дейін көріп кетіңіздер, және де қолдап кетіңіздер. Достар, короче, бүгін жаңа жыл болғандықтан далада өте күшті болады. Қар жауған, короче, видеолар түсіретін боламын далада өте күшті. И, короче, сіздер білетін шығарсыздар, жаңа жылда қандай вайб болатынын. Яғни, короче, мандарин де оливье салат кола барлығы да болады. Мен оны түсіре аламын ба білмеймін. Түсіре алсам, егер де сіздерге түсіретін боламын. Влогты соңына дейін көріп, лайк басып отырыңыздар. Комментарий ашық болса, комментарийға да өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Короче, достар, далада өте күшті қар жауған, яғни жауып жатыр ма білмеймін, жауып жатыр ма. Короче, өте күшті қар болған, қараңыздар, мен телевизияны көрсетіп тұрғандықтан мынандай бір деңгейлер болып тұр. Оған әрине мен білмейміз, вот, короче, осындай өте күшті болып қар жауып тұр. Дала өте аппақ болып тұр, өте күшті бәрі. Прям күшті болып тұр. Почти бір адам. Ой, еще адам екен әйтеуір уже. Вот. Короче, достар, влог өте қызықты болады, соңына дейін көріп кетіңдер, және де мына телефонымызды соңынан береміз. Короче, осындай влог өте күшті болады деген сенемін, соңына дейін көріп, лайк басып отырыңыздар. Мен жаңағыдай мектептерді көрсетесіздер, өзді ашасыңыздар. Оливье салатымен жасайтын қамағын қашын дәлелдеп қойдық. Мен енді жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, бірге лайк басып отырыңыздар. Короче, солай. Лайк басып отырыңыздар. Менің YouTube каналыма 2 күндік влог шығайын деп жатыр, ол өте қызықты влог болып түсірілген. Мен каналыма кіріп, сол влогты көріп кетіңіздер. Өте күшті түсірілген 2 күндік. Мен ода өте көп нәрселер істеген, яғни далада қар жауған, даланы барлығын, короче, түсіргенмін, көріп кетіңіздер. Уже каналға шыққанша мен осы кезде монтаж жасап жатырмын, ол бүгін шығады ол влог. Ал осы влог осы кезде түсіріп жатқан влогым уже 2025-те, яғни 1 январда шығатын болады. Достар, короче, біз мантаны істеп болдық, яғни төрт үлкен болды, короче, и мантаны істеп болдық. Енді оны пісіруге салып қойдық, короче, пісіруге. Ал енді мамалар салат жасайтын шығар, оливье тағы бірдеңелер пісіріп білмеймін онысын. Мен қазір бумажный сюрприз түсіретін боламын сіздерге анап. И андай айтпай құраймын дегенді, короче, оны қазір монтаждап салу керек болып бірінші түсіретін бумажный сюрпризді. Короче, каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Мен уже өте күшті видеолар түсіріп жатырмын. Короче, бізде осындай жеміс-жидектер дайын, енді бізде манта да пісті уже, и потом бізде оливье салат та дайын уже. Қазір не істейін деп жатыр, типа қалай еді, қызылша салат жасаймыз, и сосын ары қарай білмеймін, короче, осылайынан алар дайын тұр. Енді манта пісті, қараңыздар, манта пісті, и сосын оливье салат дайын, и қазір не салат жасаймыз, әйтеуір қызыл салат жасаймыз. И сол, достар, влогты соңына дейін көріп отырыңыздар, өте күшті влог болады. Короче, біз барлығын ішіп алдық, яғни манта жедік, 2 салат жаң түсірген, еще тағы да соқ барлығын жедік. Короче, солайынан тойып алдық, енді әрі қарай влог жалғастыра беремін, сосын кешке қарай, яғни соңғы жақта өте күшті болады, яғни салют атады далада, соның барлығын сіздерге түсіріп алатын боламын. Қазір осындай мандарин жейіндеп жатырмын, яғни жаңашылық вайб деген сияқты. Короче, біз тағы үшеуміз короче, біз үшеуміз далаға шықтық, дала өте күшті. Қазір көрсетемін қазір. Дала, короче, өте күшті қар жауып тұр тағын. Короче, жаңа жылдық, кәдімгідей жаңа жылдық вайб болып тұр. Қазір түсіретін боламын дұрыстап. Достар, біздің далада қар жауып тұр, жаймен деп, жерді қараңыздар қандай күшті болып тұрғанын. Қазір мен осы жерге Кәусарды құлататын боламын. Маған қаратып жатыр, қазір көреміз не болатынын. Вот, достар. Короче, дала күшті болып тұр, мына жерге тек машина тұрған, сол үшін
Қазір көрсетемін Кәусарға да. Вот, қараңыздар. Қорқып қалып жүр. Қазір көрсетемін мен Кәусарға не болатынын. Достар, қазір мына жерге қоятам, ана ішке камераны қойып қоямын. Достар, біз кеттік Кәусарды қолапуға. Бірақ мен телефонды қолбаққа салып қойын деп отырмын. Вот, достар. Оу, жаза құшаққан деп. Қазір маған дұрыс көрінбейді, бірақ қазірді сажада қалатын боламыз. Ау! Кеттік ақы сөйлесіп. Қош қойсақ. Достар, қазір сажада қалатын боламыз. Қош дейміз. Қош мақсат. Баспайды. Баспайды. Қош дейміз. Қош. Мына мен тұтам. 이름이 어떻게 보이는데? 비켜! 이쁘지? 나와! 아이, Gimana mau cuma pilih? Bisa sama-sama. Достар, короче, мен осында үлкен қар жасадым. Короче, ары жасай алмадым. Мына жерде Мирас отыр қардың үстінде. Короче, мен қарымды сұрап отыр. Қар сұрап жатсың ба тәтеден? Қарды аласың ба мынау тәтеден? Иә. Қазір болғасын берем иә видео түсіріп? Иә. Короче, осылайынан жүрміз. Вот, мына жерде Кәусар менен қорқып жаңа атады деп. Короче, вот.
Қар күшті болып тұр, қараңыздар. Короче, біздің далада жүргенімізге жарты сағат болды. Мысықтары. Ана мияу жүр, ана. Мияу қара. Емадамсың, байқа. Ай, кесінді алып берем де ой. Ата саласын, сонымен жүре берем. Короче, мынандай қап істеді бай. Короче, осылай жаңада қар жасай алдым болды, қазір екеу жүр. Біз үйге үшеуміз кіріп бара жатырмыз. Пайде 40 минут па, 45 минут па отырды. Ана шебеу жатыр. Таста. Қаста! Ей, ұстама! Жүр, теппе! Короче, біз бағанағыдан кейін үйге келдік и телефон көріп жатырмыз. Келгеннен кейін соғыштық и осылай жатырмыз. Короче, қараңғы болып тұр, сондықтан осындай болып тұр. Негізінде мен бағана түсірем деп ойлағам, но енді түсіріп жатырмын. TikTok'ты жарты сағаттай көріп жатырмыз. Короче, мен бумажный сюрприз жасайын деп жатырмын. Вот осындай наклейкалар жасаймын. И мына жерде де бір наклейкалар тұр. Короче, осылар мен де жасаймын. И жаңа жылдың келуіне уже санаулы сағаттар қана қалды. Короче, далаға шығып салюттарды көріп, мен түсіре алсам түсіретін боламын. Далаға шығынбай белгісіз терезеден де түсіруім мүмкін. Короче, влог соңына дейін көріп отырдыңыздар. Өте күшті влог болып жатыр. Яғни мен қазір наклейка жасаймын. Бумажный сюрпризден новыйдан коллекция. Бүгін шықпайды, ертең біріне шығатын шығар. Достар, короче, мен бұл жерден бастап Қысықтаймыз көрдім. Қысықтаймыз өте қызықты болды. Сіздерге де көруге кеңес беремін. Яғни Қысықтаймызда премиялар берді. Короче, өте күшті 2 сағат болды. Мен соңына шейін, короче, барлығын да көрдім. Мынада қайратыңыздар барлығы да келді. Достар, осы менің влогым аяқталды. Егер де сіздерге влогым ұнаса, маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, сіздерді келіп жеткен 2025 жылмен құттықтаймын. Осы жылда өте күшті сіздерден поддержка күтемін. Және де сіздерге өте күшті влогтар, челленджер, өте қызықты видеолар түсіретін боламын. Сол себептен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Мен, короче, бұл влогты бір жыл түсірдім деуге болады. Яғни короче, 2024-тің 31 декабрінде бастадым да, и, короче, 2021-дің 1 январында аяқтап тұрмын. Короче, мен салюттар түсіре алмадым, себебі, короче, ондай қатты біз жақта атқан жоқ. Ең көп левеберікте атты деп ойлап, өткен жақта балдар сондайлар көп қой. Сол себептен сондайлар көп атты деп ойлаймын. Сол жақтағылар жүрген шығар. Ертең TikTok'тан тапсам, осы видеодан кейін салатын боламын. Және де осы 2025 жылда, короче, сіздерде өте күшті поддержка күтемін. Яғни 30 мың подписчикке жетейік. Короче, келіп жеткен 2025 жыл мен сіздерді құттықтаймын. Осы менің влогым аяқталды. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше кешірім сұраймын жаңағыдан кейін. Короче, мына жерден телефонмен жарық қосып тұрмын, вот қараңыздар. И сол телефон сөніп қалды. Осымен менің влогым аяқталды. Маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.